ике башкорт яугері бұл фотографияны Муса Гареев музейі алған ені. Мен алып төске индіріп солай оқ өзімнің түркімді алдым. Башқа ой келді, башқа халқында мақал бар бетінде. Ер егеттің көңілінде ерленген ат ятыр деп мына бұнда сынапта. Мына біз көреміз, герой Тайкөсевтің несік нарлы сол атқа қарашын. Мына қараштарынан сол ат мінен боевой мында екенсі башқұрт геройы штурмовик легендарный, ол енді ат мінен ештімеге сәгірек қағарақ қана. Шоға көрі мында енді екі біздің легендар башқұрт яугердері, қахармандары отаға леккен. Бұл сәтті ол фотографияны түшірген сақта кішілер ойламағандыр да, әліге ол шундай көсілі фотография, нық көсілі фотография, екі башқұрттарының. Сөнки Муса Гареев тілі біләбіз, шундай зор қахарман болған, оның бір тарихы бар, өзі үйлеген видеоға бар, бір заданиянан қайтып келгенде, штурмовиктардың төп бұрысы бетінде немістердің нәмәләрін қиратырға, олардың крупнокалиберный пулеметтары болған бетінде Илдыбаның, һәм реактивный снарядтары болған, һәм бомбалары қайтып келгес истребительдері сұраған бетінде немістердің. Муса Гареевтің үйлеуі бойынса бетінде өзі үйлей бізді хүжім етерге қарар еттікті, һәм кеттім тұрынан дейді. Неміс лүтшігіла мені топ тұра келеді бетінде, мен де топ тұра келем. Мұнда енді кім дің нәмәһі нервы нығырақ. Әм хуңғы сектәті неміс нәмәһі лүтшігі төзмәні өске кетті. Әмін шул өске кеттес мен оны атып төшірдім дейбетін. Әм онда ненде күз көрәк енді машина менен өзің самалтыңнан топтыра келәлі. Әгер тегі ойламаға бет бәріші әм. Әмі башқұрт характері, батырлығы мұна шында сағала шолайық. Әйінді Кусиновқа келгенде шолай оқ мұна оның мұна мен шуға әлі бұға тіклем артық иқтибар етмегенім әлі мұна Кусиновтың юбилейі қанлы документады қарап олтырхам. Біздің легендар дивизия бетінде бүті Совет армияның кавалериясында бірден бір дивизия бетінде. Түгі составында 78, әдір 79 болып саға бетінде герой болған. Шуның бақты әң 50 несәхі, 56-ғы тап Днепрді сығы өсін алғанлар. Әм шул Днепрді сығы өсін алған 56 яугердің 20 яртығынан көбігі Кусинов полкынан болған. Әм Кусинов полкы бірісі болып Днепрді сыға енді.